Айтыс қазақ халқының атадан балаға мұра болып келе жатқан үлкен өнері. Ал жыр мен терме осы айтыстың одан әрмен халық арасында кең тарауына сеп болған сөз өнері. Осы баға жетпес байлықты ұмытпай, болашақ ұрпаққа жеткізіп, жас ақындарды тәрбиелеу мақсатында бүгін Таразда Жамбыл облыстық айтыскер ақындар жыршы термешілер орталығы ашылды. Тілшіміз Гүлзат Сейдуллағыз жалғастырсын. Тараздың қақ төрінде әсем ғимаратта орналасқан орталықтың ашылуына ақын Қазақстан Республикасы Мәжіліс депутаты Аманжол Әлтай бастаған бір топ айтыскер ақындар. Сонымен қатар Жамбылдың зиялы қауым өкілдері қатысты. Жамбыл жеріне келген қонақтар ғимарат ішін аралап орталықтың жұмысымен танысты. Өнерді қорғау, өнерді қолдау, өнерге қамқорлық көрсету арқылы біз ұлттық мәдениетімізді, ұлттық руханиятымызды кемелдендіре аламыз. Сондықтан да мына айтыс ақындары мен жыршы термешілердің еңселі шаңырағы бүгін қазір тұсауы кесілетін осы қарт Тараздың төріндегі облыстың руханиятының бір үлкен қастерлі төрі болатындай, алдағы уақытта үлкен рухани игі шараларды өткізетіндей шаңырақ болсын. Жамбыл облыстық айтыскер ақындар жыршы термешілер орталығы 2 қабатты ғимаратта орналасқан. Оның бірінші қабатында жыршы термешілер бөлмесі мен жас айтыскерлер клубы орналасса, екінші қабатында қызметкерлер бөлмесі мен мәжіліс залы бар. Сонымен қатар алдағы уақытта аталмыш ғимаратта аудио жазба студиясын ашу жоспарланған. Бізде мынау жыршы термешілер жағы кемшіндеу тартып тұр біраз жылдан бері. Оның белгілі себептері де бар. Осы жыршы термешілердің өнерін қарыштату және оларды дамыту, олармен жұмыс істеу, бұл үлкен өнер өзі. Бір күнде, я болмаса бір айда, жарты жылда, бір еккен кезде 2 айдан кейін жеміс беретін өсімдік секілді емес, оған кәдімгі жаңғақтың ағашы секілді ұзақ уақыт керек. Орталыққа кеп жас шәкірттер және ақындарымызды дайындауға жан-жақты жұмыс істейді деп ойлаймын. Айтыс тек сахналық өнер ғана емес, сонымен қатар қазақ даласындағы елшілік қызметті де жүзеге асырған шешендік өнердің озық үлгісі. Сөз өнерінің құдіретін жоғары бағалаған халқымыз би шешендердің тапқырлығына тамсана қарап, сол білімді игеруге ұмтылған. Бүгінгі ашылған орталық жыршы термешілердің өнерін кәсіби деңгейге көтеруіне сеп болары сөзсіз. Гүлзат Сейдуллағыз, Тілеуғабыл Саржан, Айқын ақпарат.